Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Айжан Нұрғалиева, мектепке дейінгі білім беру саласының тәрбиешісімін. Сіздерді балабақшаға бейімделу, қиын балалармен жұмыс жүргізу және ата-анамен қарым-қатынас орнатуға арналған әдістемелік нұсқаумен таныстырып өтсем деймін. Баланың бейімделу кезеңінде психологиялық ерекшеліктер маңызды. Тәрбиеші қолдау көрсету керек. Иә, рахмет. Жарайсың, балам. Ата-аналар мен тәрбиешілердің қарым-қатынасын нығайту үшін бірнеше әдіс-тәсілдер бар. Мысалы, балалардың ойыны арқылы байланыс орнатуға болады. Менің негізгі мақсатым тәжірибеде қолдануға ыңғайлы, нақты әрі тиімді жұмыс түрлерін ұсыну. Бүгін сіздер бейімделу кезеңіндегі маңызды әдістермен баламен жұмыс жүргізудің ерекшеліктерімен танысасыздар. Ата-аналармен сенімді байланыс орнатудың тиімді әдістері қамтылған. Тұрақты байланыспен қатысу арқылы сенім орнайды. Бұл материалдар сіздердің күнделікті жұмыстарыңызда пайдалы болады деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Педагогикалық тәжірибеде бейімделу қиын бала деген ұғым жиі кездеседі. Бірақ бұл баланы жаман немесе тәрбиесіз екенін білдірмейді. Көп жағдайда мұндай мінез баланың эмоциялық жағдайына, денсаулығына да байланысты, отбасындағы жағдайларға немесе жас ерекшелігіне байланысты болады. Мен балабақшада 14 жыл тәрбиеші болып қызмет атқарып келемін. Осы уақыт ішінде әртүрлі мінезді, әртүрлі ортадан келген балалармен жұмыс жасау тәжірибесін жинақтаудамын. Әр бала жеке тұлға, сондықтан олар әрқайсысына ерекше көңіл бөліп, дұрыс бағыт беру тәрбиешінің басты міндеттерінің бірі. Мен өз жұмысында ең бірінші баланың қауіпсіздігін ойлаймын. Бала өз қауіпсіз сезген жерде ғана ашылады, сенеді, дамиды. Сондықтан тәрбиелеу мен білім беру процесі мен үшін мейіріммен, аналық сезімді төгуге тырысамын. Өйткені кішкентай бала тәрбиешінің айтқан сөзінен бұрын оның жүрегіндегі жылулықты сезеді. Өзін дамыған сайын балаларға да, ата-аналарға да көзқарасын тереңдей түседі. Бұрын тек оқу жоспарын орындауға мән берсем, қазір әр баланың жан дүниесін, әр ата-ананың уайымын түсінуге тырысамын. Бұл тәжірибе маған жылдар бойы үздіксіз ізденіс арқылы келді. Бейімделу қиын бала ұғымы негізгі белгілері: тәрбиешімен басқа балалармен байланысқа түсу қиын, ұялшақ немесе агрессивті мінез, тапсырмаларды орындау қызығушылығы төмен, қорқыныш, мазасыздық байқалады, ұйқы және тамақтану режимі бұзылуы мүмкін. Себептері: отбасынан алғаш рет ұзақ уақытқа бөлінуі, ата-анамен шамадан тыс тығыз байланыс, баланың жеке психологиялық ерекшеліктері, әлеуметтік ортаға өз азарласуы, денсаулық жағдайы, баланың ата-анасынан ұзақ уақытқа кетуі, жаңағы баланың алғашқы әлеуметтік ортасы ол әрине балабақша. Балабақшаның ең бірінші баспалдағы ол кіші топ. Кіші топқа келген баланың жас ерекшелігі 1 мен 2 жастағы балалардың бейімделуі өте қиын өтеді. Енді әрине барлығы емес, 20 баланың ішінде 4-5 баланың бейімделуі қиын, баланың адаптациясы өте ауырлау өтеді. Сол себептен сондай балалармен жұмыс жасаудың тиімді әдіс тәсілдерді көрсетіп жүрсек. Бейімделу қиын баламен жұмыс жасаудың тиімді әдіс тәсілдері: баланы жақсы тану, білу, сенімді қарым-қатынас орнату, жақсы әрекеттерді мадақтау, ойын арқылы тәрбиелеу, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану, жауапкершілік беру, балаға қаталдық емес түсіну, баламен жеке байланыс орнату, тұрақты тәртіп пен түсінікті ережелер, жағымды мінезді мадақтау, ойын арқылы тағы тәрбиелеу. Балабақша жасындағы балалар үшін ойын ең маңызды әрекет. Қиын балаларды түрлі рөлдік ойындарға, шығармашылық тапсырмаларға қосу олардың эмоциясын дұрыс бағыттауға көмектеседі. Ата-анамен жағымды педагогикалық қарым-қатынас орнату, ата-анамен жұмыс жасаудың маңызы, ата-анамен ашық қарым-қатынас, бір бағытта тәрбие беру, ата-ананың баланың дамуына қатыстыру, ата-ананы кінәламау, ата-анамен бірлескен жұмыс және тәрбиеші ата-анамен жеке әңгіме жүргізу, кеңес беру, ортақ тәрбие тәсілдерін қолдану арқылы сияқты жұмыстарды жүргізу. Осы тәрбиешінің жұмысы үлкен жауапкершілікпен жүрек жылуын талап ететін мамандық. Әсіресе бейімделу қиын балалармен жұмыс барысында сабыр, түсіністік және ата-анамен тығыз байланыс өте маңызды. Менің тәжірибем көрсеткендей, балаға сенім мен мейірім көрсететін жерде міндетті түрде оң өзгеріс болады. Әр бала біздің кемел болашағымыз. Сондықтан біздің басты міндетіміз олардың бойындағы жақсы қасиеттерін байқау және дамыту. Бейімделу қиын балалар
мен жұмыс жасау үлкен жауапкершілік пен шыдамдықты талап етеді. Мен үшін балабақшадағы әр бала ерекше. Олардың күлкісі, жетістігі және қуанышы тәрбиеші жұмысының ең үлкен марапаты.